Үтік пен азаптау ісі бір полицей қамауға алынды. Іс бойынша 5 полиция қызметкері күдікті деп танылған. Қаңтар оқиғасы кезінде адамдарды үтік басып азаптады деп айыпталған полицей Айдын Кенжебаев қамауға алынды. Бұл туралы адвокат Әсем Түсіпова мәлімдеді. Мұндай шешімді Талдықорған соты 20 қазанда қабылдаған. Сот Айдын Кенжебаевты қамауға алуға шешім шығарды, оны сот залынан қамауға алды. Бұдан өзге 4 полиция қызметкері Тоқташ, Нұртаза, Боқанов, Жұмашев кепілмен үйқамаққа алынды, деді Түсіпова. Адвокат Әсем Түсіпова соттан күдіктілерді қамауға алуды сұрап, бірнеше рет шағымданған. Бұған дейін күдіктілердің барлығы кепілмен бостандықта жүрген. Алайда істі қарап жатқан судья Бекмұрат Дүйсенбеков жәбірленуші тараптың өтінішін қанағаттандырмады. Азаптау ісі бойынша 5 полиция қызметкері күдікті деп танылған. Іс бойынша 23 жәбірленуші бар. 4 тамызда қылмыстық іс сотқа жіберілді.